Бәрек. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Асқар. Бүгін мен өте маңызды тақырыпты бастайтын боламын. Сіздер қолдарыңызға парақ пен қалам алып немесе блокноттарға жазып алсаңыздар болады. Өздеріңізге пайдалы. Себебі бір затты тыңдап отқан кезде стопқа қойып тыңдаңыздар. Бір емес бірнеше рет тыңдаңыздар. Соңына дейін көріп алыңыздар. Уақыттарыңызды көп алмай, бір 10 минуттың ар жақ бер жағы. Сіздер 10 минут уақыттарыңызды бөлесіздер, нәтижесінде сіздер біраз Алла қаласа жетістікке жететін боласыздар. Сонымен бүгінгі тақырып бір салада қалай басқалардан артық бола аламыз. Барлығыз адамдардың негізі бала кезден адамның табиғаты басқалардан артық болғанды қалайды. Ол артық болу деген қалай? Ол табиғатынан бар. Иә, тәкаппарлық ол жақсы нәрсе емес, бірақ өзінің ісімен және сөзімен адамдардан артық болу бұл жақсы жағынан. Сол үшін де бір салада, мен айтып отырмын ғой, бизнес саласында, YouTube саласында мен сондай ғана сөздерді айтамын, басқа нәрселерге мен араласпаймын, әркімнің өзінің өмірі бар, бірақ мен өзім білгенімді айтып отырғаным, басымнан өткен жағдай, білген жағдай. Яғни сол туралы бизнес мәселесінде айтатын болсақ, бір салада қалай басқалардан артық бола аламыз. Яғни оның 5 себебі бар, мен білетін, менің өзімнің қолымнан басымнан өткен. Бірінші нәрсе ол қалай бір салада басқалардан артық боламыз. Бұл біздің арманымыз. Сол үшін бірінші нәрсе ол қорықпау және ұялмау дейді. Себебі қорқу және ұялу сіздің ісіңізден, айтатын сөзіңізден тежеп қоймасын. Себебі сіз қорықпай, ұялмай айтатын нәрсеңізді айтатын болсаңыз, енді әрине бұл жақсы нәрсе болса, тупой ойларды айтып масқара болып қалуда емес мәселе. Кейде болады ғой, собрание болып отырады, жұмыста мен бұрындары солай қыздар жігіттер жиналып отырады, әркім өзінің ойын айтады, идеясын айтады. Сол кезде біреулер болады, жаңа білет күшті идеялар, үндемей отырады былайша деп ше. Сосын сен де айтсай десең, сол бір керемет идеяларды айтады. Неге айтпадың десем, мен кішкене тартындым, үстімнен күлема деп ойладым, қорықтым дейді бір жағынан, енді қорыққанда жағындай. Ұялу мен қорқу негізі бизнесте бірге ұқсас болып қалады. Қорқу деген сөзі жаңа камерадан қорқу немесе камерадан ұялу қатты бір-біріне қатты жақын келеді бұл жерде. Сол үшін жаңа қорқып тұрады, айтуға ұялады. Ұялу ол қорқуға алып келеді арт жағынан. Нәтижесінде ол көп нәрседен айта алмайды, көп нәрседен артта қалып қояды, айтатын нәрселер іште қалып, ішінен сондай идеялар, жақсы идеялар өліп қалады. Нәтижесінде ол өзінің абыройын да көтере алмайды, қарапайым жұмысшы немесе төменгі сатыдағы жұмысшы болып жүре береді. Сол үшін де бұл идеялар біздің мысалы салаға келетін болсаңыздар, мен жүрген бизнес саласында, мысалы мобилография, YouTube, Instagram, TikTok, творчество, шығармашылық саласына келетін болсаңыздар, бұл жерде идея көп сөйлеу керек, яғни көп сөйлегенде жақсы әдемі пайдалы сөздерді сөйлеу керек бизнеске қатысты. Немесе бір идеядан бір идеяны іліп алып кетесің кейде. Біреуге бір идеяны айтасың, ол одан да күшті идея шығарып береді. Өте керемет нәрсе сол. Сол үшін де бұл жерде брейншторм дейді, мимен жаттығу, шторм жасау, мимен идея талқылау. Сондай нәрсені бастайтын боласыздар да. Сол айтқандай, сол үшін бірінші сіздерде басқалардан артық болу үшін сізде қорықпау және ұялмау дегенді мүлде алып тастауымыз керек. Екінші нәрсе ол көп үйрену. Үйрену деген нәрсе ол пайдалы нәрселерді үйрену. Әрине ол пайдалы нәрсені үйрену. Үйрену қалай болады? Оқумен болады, көрумен болады, тыңдаумен болады. Миды жинақтап, жүйелеп барып, не пайда, маған не зиян. Зиян нәрсенің бәрін алып тастаймыз. Кейде біреулер болады, кітаптарды оқиды. Мысалы, мен бір күні көрсем, бір кітапты оқып отыр екен бір қыз. Не оқасың десем, осындай бір нәрсе, бизнес бір нәрсе қылған кезде, анау мынау, короче, бизнес кітап па, алып оқи берген ғой, короче. Мен айттым, сен табысың қанша деді. Шыннан сөйлескен кезде енді табыс әлі көтерілмеген, бірнеше кітаптарды оқып бастаған, кітаптың да кітабы бар, видеоның да видеосы бар. Нақты қазір саған былай әдемі нәрсе айтайыншы сіздерге. Ақша қай жағынан жақын, сол нәрсемен айналыс. Мысалы, мен неге курс ашпаймын, неге мен YouTube-пен жүргіземін деген сияқты бір сұрақ туады. Маған YouTube-та контент түсірсем, немесе біреуге бір контенттер жасайтын болсам, сол жағынан ақша жақын болады маған. Мысалы, ананы барып, мысалы айтады ғой, кімге ақша жақын, сол жақпен айналысу керек адам деген. Қай істі істеген кезде тезірек және көбірек саған ақша түседі, сонымен айналыс. А когда сенің ақшаң көбейеді, сол кезде сенде уже барлық нәрсеңді, дәрежеңді, уақытың кішкене босайтын болса, сол кезде көтеріп аласың, сол іспен айналысасың. Біреулер істемейтін нәрсені істеп, істейтін нәрсені істемей тастап қояды. Біреулермен жұмыс жасамайды. Бір күні мен бір жігітпен сөйлесіп жүрсем, давай істейік, YouTube жүргізейік. Енді біраз нәрсе істеп қойған, енді монетизациясын қосқан, нелерін қосқан. А когда сен оны барып айтасың, давай ақша түседі, давай тез істейік десек, иә істейміз дейді, бірақ саған уақытын бөле алмайды. Нәтижесінде сен де уже шаршайсың, ойланып қаласың, неге ойламасқа, саған қай жағынан ақша жақын, соған қарай тартылсай деген сөз келеді да. Менің айтатын сөзім, қай жағынан саған ақша жақын, сол жақарай талпын. Себебі ақша келген кезде сенде
мүмкіндіктер пайда болады. Ақша ол мүмкіндік, естеріңізде болсын. Ақша ол мүмкіндік. Уақыт та және де энергия да сол ақшаға байланысты. Аллахтың қалауымен ақша сөйтіп қойған. Ана бір кісі айтқандай, егер де кім ақшаны жақсы көрмеймін, несе оны маған керек емес дейді ма, сондай сөз бар. Ол адам өтірік айтып жатыр дейді, немесе жаңағыдай есінен ауысқан адам дейді. Сол айтқандай, ақша ол барлық кезде керек болады. Ақша сенің мүмкіндігің. Ақшаң болса сен әке-шешеңді қарай аласың, бала-шағаңды асырай аласың. Енді Аллахтың қалауымен ғой барлық. Және де сен абыройлы бола аласың. Көптеген адамдар айтады, ақша деген ешнәрсе шешпейді. Ақша деген ол денсаулық. Иә, ақшаға барлық нәрсе сатып ала алмайсың, бірақ сатып алатын нәрселерді сатып аласың. Осы сөзбен ақ жеткілікті. Барлығы сол үшін жүр. Енді мен ішкен жегеннің барлық жерін ақшаны айтпай-ақ қоямын. Барлығы ақша тұрғаннан кейін не деп айтасың енді осыдан кейін? Еңбек ету, тем более еркек адам, әйел адамға да қатысты әрине осыдан кейін барып. Еркек адамдар жұмыс жасау керек, оның бала-шағасы бар, баласына памперс, ішкен жеген, сүт, мүт, анау, мынау, жаңағы нан, су, квартира, 24 сағат ақша тұрады барлығы. Енді өздеріңіз білесіздер, сол айтқандай темадан ауысып кеттік. Былай айтқанда көп үйрену керексіздер. Осы нәрседе сіздерде ақшаға қай жағына жақынсың, сол жаққа қарай ұмтылыңдар. Көп үйрену деген сол көрумен, білумен, пайдалы нәрселерді үйренумен ғана келеді. Ол практика. Енді үшінші нәрсені айта кетсек, көп қайталау. Біз үйреніп қоя салмай, оны қайталап, сол нәрсені істеуіміз керек. Мысалы, мен YouTube каналымды жүргіздім ба, үйреніп қойдым, документациясын оқыдым. Былай YouTube жүреді екен, былай ісім просмотр көбейеді екен. Мен соны қайталай беруім керекпін. Себебі менде қайталаумен адамда, қайталау білім анасы деп айтады. Қайталаумен сіздің профи екеніңіз, сіздің айлығыңыз, яғни табысыңыз, сіздің абыройыңыз аса түсетіні сол қайталаумен келеді. Сіз қазір бір нәрсені білесіз, бірақ істемей қайталамай жүрсеңіз, онда сізде ешкімнің проблемасын шеше алмайсыз. Тек теория жүзінде ғана білесіз да, ал қайталау ол іспен келеді да. Бұл жерде қайталау құр оқи беру емес, істеп қайталау, жасап қайталау. Сол нәрсені жасап қайталау. Сол айтқандай бұл үшінші нәрсе, бұл қайталау болды. Төртінші нәрсе уақытты тиімді пайдалану. Бір күні біреу айта кететін болсақ, бір күні біреу 10 сағат бойы бір нәрсені жасап жатыр. Ол нәрсе бітіп те болмайды, тек әдемілеп шығарам, керемет қылып шығарам деп. Нәтижесінде сол видео монтаждап шығады, просмотр, 100-ақ просмотр көтерілмей қалған. Ал біреу YouTube'та жасайды, бір контентті шығарады, қатты қызық, бірақ сапалы аздау, шамасы келгенше жасаған. Мен сапасы жасамаңдар деп отқан жоқпын. Шамасы келгенше жаса, уақыт аз бол, себебі сенде мүмкіндіктер болу керек қой, қайталап жасауың керексің деген сияқты жаңағыдай. Сөйтіп шамасы келгенше телефонмен монтаждап, телефонмен түсіріп, сөйтіп сол видеоны салады, ол нәтижесінде 180 мың просмотр жинайды, сол 1000 подписчик жинайды. 4 сағат өз көзіммен көргем, білем ондай оқиғаны, өзім басымнан да болған, әлі де болып жатыр сондай нәрселер. Сондай нәрсені үйренген кезде уақытты тиімді пайдалану қылып, именно жұмыс жасаған кезде тезірек и эффективно жасап, пайдалы нәрсені кәдімгі адамдарға жасай алсаң. YouTube'тағы мынандай бір оқиға бар, оқиға болды, маған біреу келіп айтады, сенің видеоларың сапасыз деп бастапқыда. Қазір де сапасы шығар, может, мен білмеймін. Бірақ адамдарға мен керекті нәрсесін беріп жатырмын. Мысалы, сіздер көріп отқан кезде маған бір керемет видеомен, телефонмен түсіріп отырмын, iPhone 13 Pro Max-пен түсіріп отырмын. Ол да сапалы видео түсіріп, бірақ бір жарықты қойдым, артыма жарықты қойдым, бетімді беріп, микрофонды қойдым, шамам келгенше жасап жатырмын. Нәтижесінде сапасыз болуы мүмкін, бірақ мен сендерге айтатын нәрсемді айтып жатырмын ғой. Маған келіп айтпайсың, сен сапасыз, даусың быжырлап жатыр. Мақсат сіздер есту керексіздер, көру керексіздер, түсіну керексіздер. Болды, ары қарай. YouTube'да солай болды. Сол айтқандай, уақытты тиімді пайдаланып, осы видеоны сізге шығарып берсем, сіздер көрсеңіздер болды. Сол айтқандай, бұл төртінші нәрсе, уақытты тиімді пайдаланып, көп нәрсе және қызықты нәрсе шығарсаңыздар болды. Ал сапа ол біртіндеп сіздің қаражатыңыз көбейген кезде, ақшаңыз көбейген кезде ол бола беретін нәрсе. Біреулер ана сапаны сапалы қылып жасаймын деп, жаңағыдай 10 күн жасап тастаған бір видео нәтижесінде 100-ақ просмотр, одан не пайда? Кімге керегі бар сенің сапалы видеоң, егер ол қызықсыз болса? Сапалы ол қызықты болады деген сөз емес, оны шатастырмауымыз керек. Бесінші нәрсе, енді айтатын нәрсе, бесінші нәрсе сол саланы үнемі зерттеу. Мысалы, әр саланың өзінің маманы болады, зерттеу керек, ол жердің документациясы болады. Не обязательно курс сатып ала беру қайта-қайта. Бірақ, мысалы, мен YouTube-ты үйренетін болсаң, документацияны үнемі оқу керек. YouTube өзі жібереді. Өздерінің оқитын нәрселері бар жаңағыдай. Осы бесінші нәрсе сол саланы үнемі зерттеу. Енді қорытындылап айта кетсек, бір салада қалай басқалардан артық боламыз? Біріншісі,
қорқу және ұялу дегеннен аулақ боламыз. Екіншісі, көп үйренеміз. Үшіншісі, көп қайталаймыз. Төртіншісі, уақытты тиімді пайдаланамыз. Бесіншісі, сол саланы үнемі зерттеуіміз керек. Әрдайым қарап, зерттеу. Осы 5 нәрсені естеріңізден шығармаңыздар. Егер осы 5 нәрсемен үнемі арада жүріп, практика жасап, біліп, үйреніп, өмірімізде жасайтын болсақ, онда біз басқалардан артық болатынымызға сенімдімін. Сіздермен бірге болған Асқар, арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.